Әлі уақыт бар ғой, қыркүйекте бастаймын. Дайындықты бастағанда дұрыс бастау керек деп, идеальный уақытты күтіп жүргендерге сәлем. Сен көріп отырған осы видео болашақта өзіне рахмет дейтін сәтін болуы мүмкін. Себебі бүгін ұбт-ға қалай дұрыс дайындалуға болады, соны талдаймыз. Бірақ мен саған жай ғана сабақ оқы демеймін. Дайындығына жүйе беріп, оны эффективнее ететін кеңестермен бөлсемін. Ендеше кеттік. Біріншіден, уақыт сенің басты артықшылығын. 10-шы сыныпта дайындықты бастау деген марафонды бәрі нөлдік деңгеймен бастағанда сенің 10 метр алда тұрып жүгіруін. Қазір оқып бастасан сен бір тақырыпқа бір апта бөліп, стрессіз, асықпай жаңа тақырыпты меңгеріп аласың. Оның үстіне сенде қателесуге, тақырыпты бір оқығаннан түсінбей қалуға уақыт болады. Тіпті жаңа оқу, қайталау форматтарына, ол видео сабақ болсын, пробный тесттер тапсыру болсын, флеш-карталар болсын, солардың бәріне бейімделіп үлгеруіне уақытым болады. Мысалы, 11-ші сыныпта менің бір сыныптасым ұбт-ға 4 ай қалғанда дайындықты бастаған еді. Жатты, жылады, тамақ ішуге уақыт таппай сабақ оқыды. Бірақ ең соңында уақыт ақыры жетпей гранттан 1 балл жетпей қалды. Солай Армандағы Алматы қаласынан бас тартып өз қаласында оқуға қалып қойды. Үлкен қаланы бағындырамын деген арманы бір сәтте күлге айналды. Ал 10-шы сыныпта жайлап бастаған достарым, оның қатарында өзім де бармын, күніне 2-3 параграфтан оқып, сапалы дайындалып, қаңтардың өзінде 120 мен 134 ұпай арасында жинап тастадық. Бұл реальный болған оқиға. Уақыт ол мүмкіндік. Сенің аялдамана тоқтап тұрғанда сол мүмкіндік. Уақыт автобусына мініп, мүмкіндікті қолданып үлгеруін керек. Екіншіден, кітапты оқыдым, дайынмын деген қате. Дайындық деген не? Оның кемі 5 компоненті болады. Біріншісі бұл материалды жинау. Бейіндік пәндерін бойынша оқулықтарды, тест кітапшаларын, видеосабақ платформаларын таңда. Көпшілігі қате курсты, ескі кітап баспаларын оқып бастап, уақытым зая кетеді деп қорқады. Сол үшін де саған ертерек іздестіріп бастау керек барлық ресурстарды, өйткені қателессең, қатеңді дұрыстауға уақытым болады. Ал курсты таңдау барысында Instagram парақшаларына назар аударыңдар. Оқушылардың нәтижелері, олардың пікірлері, қандай, ол курстың оқыту системасы саған сәйкес келе ме, ыңғайлы болады ма? Ал кітаптар бойынша жай тест-центр сайтына кіріп, керекті пәнінді таңдап, бекітілген кітаптар спецификациясындағы кітаптарды оқып баста. ұбт-дағы сұрақтар соларға негізделіп құралғанын ұмытпа. Екіншісі, өз сөзімен жазып, мысалдармен түсіндірмемен конспект жазу. Мысалы, географиядан субэкваторлық белдеу дегенді жай жаттап емес, суретпен, картадан немесе осы белдеудегі елдерді мысалға келтіріп жазуға кеңес беремін. Үшіншісі, бұл әрине қатемен жұмыс. Қате шыққан сұрақтарға арналған бөлек бір дәптер болсын. Қатенді келесі кезекте талдайсың. Тақырып, сұрақ, дұрыс жауап және неге қателестің. Төртіншісі, тест практикасы. 2 аптада бір пробныйдан баста, ал 11-ші сыныпқа көшкен соң жиірек жасап бастайсың. Бесіншісі, бұл рефлексия, яғни апта соңында өз дайындық барысында жаз, не оқыдың, не түсінбедің, не қайталау керек. Оны заметкеге немесе бөлек бір блокнотқа жазсан болады. Үшіншіден, дайындығына көмектесетін құралдарды анықта. Телефоныңды жай TikTok, Instagram қарау үшін қолданба, қазірден ақ оны оқу құралына айналдыр. Ол үшін телефонда болу керек базалық бағдарламаларды айтайын. Біріншісі, бұл флеш-карта құрастыруға арналған Quizlet бағдарламасы. Екіншісі, телефонға кірмей сабақты ұзақ фокуспен оқуға арналған Forest бағдарламасы. Ал Instagramды қарасанда пайдалы ақпараттарды алу үшін ұбт туралы Instagram парақшаларға жазылып қоюға кеңес беремін. Себебі сонда сен Instagramға кірген сайын күнделікті мотивация, пайдалы посттарды көріп отырасың. Төртіншіден, ішкі мотивацияны қос. Грантқа неге түсуім керек деген сұраққа шынайы жауап бер. Ата-анам айтты, бәрі түсіп жатыр, мен қалып қоям ба? Мектептегі мұғалімдерге өзімді дәлелдеуім керек дегенім бәрі сыртқы мотивация. Яғни сен морально и физикалық тұрғыдан шаршап, бітіп жатырған кезде бұлар сені алға тартпайды. Сондай кезде сені арманым үшін деген ішкі мотивация құтқарады. Ал ол арманыңды айқындау үшін саған мақсат қабырғасын жасауға кеңес беремін. Қай универге түскің келеді, қай қалада өмір сүргің келеді, қай маман иесі болғың келеді. Pinterestке кіріп, фотоларды тауып, распечаткасын жасап, A3 бетке іліп қой. Оның үстіне мен өз уақытымда ноутбуктың экранына 131 балл деп жазып қойғанмын. Күнде қараған сайын сол арманым есіме түсіп тұратын. Ал сен дәл қазір мен 2026 жылы грант иесі болам деп жазып қойсам болады.
Бұл видеомен айтқым келгені 10-шы сыныпта дайындықты бастау сені ұбт марафонында өзге грантқа таласушылардың алдында болғызатын мүмкіндік. Сен дайындықты бүгін бастадың ба, ертең сенен бәрі кеңес сұрайды. Видеоны соңына дейін көрген болсан, демек сенде бір потенциал бар және оны қолдан. Лайк бас, каналға тіркел және 2026 жылдың күресіне дайындалып баста.